Қазақстанда наурыз атты жаңа ипотекаға өтінім беру бүгін, яғни 25 сәуірде басталады. Мамыр айындағы мерекелерге байланысты тұрғын үй бағдарламасы бүгін іске қосылады. Қазақстанда наурыз жаңа тұрғын үй бағдарламасы басталады. Оның іске қосылуын президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайда Атырауда сөйлеген сөзінде жариялады. Отбасы банктің Инстаграмдағы ресми парақшасындағы мәлімет бойынша, наурыз бағдарламасының шарттары: бастапқы жарна 20%, тұрғын үйде кезекте тұрған азаматтардың әлеуметтік осал санаттары үшін кредит бойынша мөлшерлеме 7%, азаматтардың барлық санаты үшін кредит бойынша мөлшерлеме 9%, несие мерзімі 19 жылға дейін. Бағдарлама 8 жылға бағытталған. Жыл сайын наурыз бағдарламасына 200 миллиард теңге бөлінеді. Жалпы осы уақыт ішінде Қазақстанның 68 мың азаматын өз тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарлануда. Биылғы жылы қоныс тойын 12 мың қазақстандық тойлай алады. Бағдарламаға қатысу туралы өтінім беру үшін келесі қадамдарды орындау қажет. Отбасы банкінде депозит ашу жоқ болған жағдайда. Маңыздысы, салым мерзімі ескерілмейді. Отбасы банкіндегі жинақ шотында кемі 1 миллион теңге қаражаттың болуы. Бұл сомаға бағдарламаға қатысуға өтініш берер алдында аударуға болады. Соңғы 5 жыл ішінде бағдарламаға қатысушының және оның отбасы мүшелерінің меншігінде тұрғын үйдің болмауын тексеру. Отбасы мүшелеріне күйеуі, әйелі және олардың кәмелетке толмаған балалары жатады. Егер қатысушы некеде болмаса, онда тұрғын үйдің бар жоқтығы тек өзінен тексеріледі. Бағдарламаға қатысушылардың ата-аналарынан тұрғын үйдің бар жоғын тексермейді. Соңғы 6 айда ресми табыстың болуы. Кірістерге еңбек қызметінен түскен жалақы, кәсіпкерліктен түскен пайда, ақылы қызмет көрсету шарты бойынша түскен табыс, стипендия және тұрғын үй төлемдері кіреді. Егер бағдарламаға қатысушының табысы жеткіліксіз болса, онда ол кепілгер болатын екі қарыз алушыны туысқандық қатынастың болуы міндетті емес, тарта алады. Наурыз бағдарламасы аясында тұрғын үй сатып алу бойынша келесі шарттар ұсынылады. Алматы, Астана, Шымкент және облыс орталықтарында тек бастапқы нарықтағы тұрғын үй сатып алуға болады. Моноқалалар мен ауылдарда жылына бөлінетін қаражаттың жалпы көлемінің 30%-нан аспайтынын қайталама тұрғын үй сатып алуға болады. Зайымның ең жоғарғы мөлшері: Алматы мен Астана қалалары бойынша 36 миллион теңгеге дейін, қалған өңірлер үшін 30 миллион теңгеге дейін. Сондай-ақ бір несие аясында баспананы жөндеу жұмыстарына да ақша алуға да болады. Бастысы, жөндеуге арналған қарыз сомасы тұрғын үй сатып алуға арналған кредиттің жалпы сомасының 20%-нан аспауға тиіс.